Барлық адамның ішегінде құрт болады. Егер емдеу шараларын жүргізбесеңіз, түрлі дерттің дендеуіне себепші болуы мүмкін. Ағзаны жаулаған құрттан құтылу үшін халық әдісін байқап көріңіз. Нәтижесі керемет әрі ешқандай зияны жоқ. Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Пайдалы кеңесті көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Қазақша контентке қолдау білдіре отырыңыз. Сіздердің болмашы әрекетіңіз бізге ары қарай жұмыс жасауға үлкен шабыт береді. Сарымсақ шырыны. Фитонцид затына бай сарымсақ құрттың жауы екенін бәріміз білеміз. Ем үшін күніне 3 рет 5 тамшы сарымсақтың шырынын ішіңіз. Шырынның көлемін күн сайын көбейтіп 15 мг-на дейін арттырасыз. Жусан тұнбасы. Жусан да фитонцид затына бай. Ішектегі құрттан құтылу үшін біраз қасық жусанды 100 мл спиртке салып, жақсылап араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып, 2 аптаға тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы ішесіз. Емді күніне 3 рет тамақтан алдын қабылдау керек. Асқабақ дәні. Асқабақтың дәні кукурбитин затына бай. Бұл да өз кезегінде құртпен керемет күреседі. Тіпті ең кішкентай жұмыртқаларына дейін жоя алатын қасиетке ие. Ем ретінде 300 грамм қабығынан тазартылған дәнді жақсылап ұнтақтайсыз. Оны бірдей көлемде сумен немесе балмен араластырыңыз. Дайын болған қоспаны таңертең аш қарынға аш жұтымынан ішесіз. Тура 3 сағаттан соң тамақ жейсіз. Сонан соң іш жүргізетін дәрі ішуді ұмытпаңыз. Таңертең аш қарынға 2 ас қасық асқабақ дәнін қабығымен жеуге әдеттеніңіз. 1 сағаттан соң іш жүргізетін дәрі ішсеңіз, ішекті құрттан тазалайды. 300 грамм асқабақ дәнін қабығымен ұнтақтайсыз. Сосын оны сарымсақ қайнатылған сүтпен бірге ішесіз. Шамамен жарты сағаттан соң іш жүргізетін дәрі ішіңіз. Анардың қабығы. Аталған жемістің қабығында фельтерин заты бар. Бұл кез келген құртты сол мезетте-ақ жоя алады. Ендеше ағзаңызды жаулаған құрттан анардың қабығынан дайындалған тұнба ішу арқылы құтылыңыз. Тұнбаны дайындау үшін 50 грамм анардың қабығын 400 мл қайнаған суға алып тұндырып қоясыз. Тура 6 сағаттан соң тұнбаны отқа қойыңыз. Көлемі 2 есе азайғанға дейін баяу отта қайнату керек. Дайын болған қайнатпаны сүзіп алып, 1 сағат бойы аз-аз жұтымнан ішесіз. 30 минуттан соң іш жүргізетін дәрі қабылдаңыз. Ем қабылдаған соң 4 сағатқа дейін тамақ сусын ішіп жемейсіз. Грек жаңғағы. Біраз қасық ұнтақталған грек жаңғағын 1 стақан шарапқа салып 3 апта тұндырасыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып 3-5 ас қасықтан қабылдаңыз. Емді күніне 5 рет тамақтан алдын жүргізу керек. Күнде бірдей көлемде грек жаңғағын жеңіз. Мәселен, 5-6 дана жаңғақты таңғы, түскі және кешкі асқа жеу керек. Осылайша күніне 3 рет 3 күн бойы жесеңіз, керемет нәтижесін көресіз. Сәбіз шырыны. Аталған көкөніс флавоноид, фолькаринол, фолькардинол затына бай. Бұлар құрттың көзін біржолата құрталатын қасиетке ие. Ем ретінде 1-3 грамм сәбіз шырынын ішіңіз. Емді күніне 3-5 рет жүргізуге болады. Зімбір тамыры. 500 грамм үккіштен өткен зімбір тамырын 500 мл-ден араққа араластырып, 15 күн тұндырып қоясыз. Күнде араластырып тұруды ұмытпаңыз. Белгіленген күннен соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасықтан ішесіз. Емді күніне 3 рет тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдау керек. Пияз шырыны. 1 дана пияздың қабығын аршып, ұсақтап турайсыз. Көкөністі шыны банкіге салыңыз. Үстіне 1 стақан қайнатылған бөлме температурасындағы суды құйып, бетін жауып, 1 түнге қалдырасыз. Таңертең дайын болған тұнбаны аш қарынға ішесіз. Емделу мерзімі 2 апта.